Қайырлы күн, эфирде IT News бағдарламасы тізгінде мен Зерен Арбекова. Бүгін басты IT жаңалықтармен бөлісеміз. ISE 2024 Best of Show жылдағы ең үздік технологияларды таныстырды. Ақпан айының басында Барселонада әлемдегі ең ірі AV технологиялар көрмесі Integrated Systems Europe 2024 болды. Ол биыл 20 жылдығын атап өтті. Бұл шараға әлемнің түкпір-түкпірінен 74 мыңға жуық адам келді. 1400-ден астам экспонент өздерінің жаңа әзірлемелерін және AV шеңберіндегі инновацияларын ұсынды. Бұл көрмеге ерекше масштаб және жарқырау сыйлады. Көрменің маңызды оқиғаларының бірі ISE 2024 Best of Show премиясын тапсыруы болды. Ол жыл сайын ең үздік өнімдерге беріледі. Бұл беделді марапатты британдық медиа компания Future Publication ұйымдастырады. ISE Best of Show премиясы бірнеше категориядан тұрады. Олардың әрқайсысы өз тәуелсіз сарапшылар комиссиясына ие. AV Technology үздік AV технологияларды таңдайды. Digital Signage магазин цифрлық жазбаларға арналған үздік технологияларды, ал Tech Learning білім беру саласындағы үздік технологияларды марапаттайды. Сарапшылар өнімдерді инновациясы, тиімділігі, ыңғайлылығы және нақты жағдайда қолданылуы тұрғысынан бағалайды. Премия жеңімпаздары өздерінің озық әзірлемелері үшін марапатталды. Бұл олардың AV технологиялар, білім беру және цифрлық коммуникациялар саласындағы болашаққа үлкен әсер ететін өнімдер екенін көрсетеді. Биылғы жыл сала үшін маңызды кезең болды. Өйткені көрме мен үздік технологиялар марапаттау әлемдегі AV шеңберіндегі негізгі үрдістер мен жетістіктерді көрсетіп отыр. Google Android Auto жүйесінің қолжетімділік үшін күресте жеңіліп қалды. Еуропа соты Италияның реттеушісін қолдады. Еуропа соты Google компаниясының әрекеттерін Италияның антимонополиялық реттеушісінің пайдасына шешті. Сот компанияның Enel әзірлеген электромобильдер үшін арналған қосымшасына Android Auto платформасына қолжетімділік беруден бас тартуын нарықтағы билікті теріс пайдалану деп таныды. Италияның реттеуші органы Google'ды 2021 жылы Juicy Pass қосымшасын Android Auto жүйесіне енгізуден бас тартқаны үшін 102 миллион еуро айыппұл салған болатын. Бұл қосымша жүргізушілерге көлік құралдарының басқару панелінде карталарды пайдалану және хабарламалар жіберу мүмкіндігін береді. Google қауіпсіздік мәселелері мен Android Auto мен үйлесімділік үшін арнайы шаблонның жоқтығын негізге ала отырып, бас тартуын түсіндірген болатын. Бірақ сот компанияның әрекетін негізсіз деп таныды. Судьялар егер бас тарту платформаның пайдаланушылар үшін аз тартымды етіп жасаса, бұл нарықтағы билікті теріс пайдалану ретінде қарастырылуы мүмкін екенін атап өтті. Бұл шешім соңғы болып табылады және қайта шағымдануға жатпайды. Сондықтан Италияның мемлекеттік кеңесі Еуропа сотының шешіміне сүйене отырып, Google'дың апелляциясы бойынша шешім қабылдауы қажет. Alphabet және басқалар ісі тек Еуропада ғана емес, әлемнің басқа да бөліктерінде үлкен назар аударды. Себебі ол антимонополиялық реттеу, тұтынушылардың құқықтары және цифрлық технологиялар саласындағы бәсекелестік мәселелерін қозғайды. Бұл шешім Android Auto сияқты платформалардың даму болашағына және олардың үшінші тарап қосымшаларымен өзара әрекеттесуіне әсер етуі мүмкін. Маск ақш әуе желісіне Starlink терминалдарын орналастыруды қарастырып жатыр. Илон Маск негізін қалаған SpaceX компаниясы ақш-тың ұлттық әуе кеңістігінің жұмысын қолдайтын ақпараттық желілерді жылдамдату мақсатында Starlink спутниктік интернет терминалдарын орналастыруды қарастырып жатыр. Бұл жоба әуе саласына байланысты және желілік мүмкіндіктерді жақсартуға бағытталған. Starlink терминалдары әуе кемелеріне тұрақты және жоғары жылдамдықтағы байланысты қамтамасыз ете отырып, ақш-тың әуе транспортының жұмысын тиімдірек етуге және федералды азаматтық авиация басқармасының операцияларын жақсартуға көмектеседі. Жоба әуе қозғалысының басқару жүйесінің жұмысын жақсарту және авиация қауіпсіздігін арттыру үшін маңызды болады. Starlink терминалдары әуе кемелеріне және авиакомпанияларға тұрақты байланыс орнатуға, сондай-ақ диспетчерлер мен пилоттар арасындағы деректерді жылдам және тиімді алмасуға қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл бастама сондай-ақ ақш-тың федералды азаматтық авиациясы басқармасының жұмысына қолдауға бағытталған. Starlink спутниктік жүйесінің іске қосылуы қазіргі жүйелерді қолдай отырып, байланыс жүйелерінің ақаулықтары кезінде резервтік байланыс арналарын ұсынады. Бұл әсіресе әуе қозғалысының көлемі артқан сайын және шұғыл байланыс қажеттілігі көбейген сайын аса маңызды. Бастапқыда шалғай аудандарды интернетке қосу үшін әзірленген Starlink технологиясы бүгінде әртүрлі салаларда, соның ішінде авиацияда кеңінен қолданылуда. Бұл технологиялардың әуе кеңістігінде енгізілуі әуе қозғалысы
саласын басқаруға қатысты жаңа тәсілдер мен қауіпсіздік пен тиімділікті арттыруды көздейді. ақш-та Starlink терминалдарын орналастыру жоспары спутниктің интернеттің жаһандық деңгейде қолданылуын кеңейту жолындағы тағы бір маңызды қадам болып табылады. Және SpaceX компаниясының жоғары жылдамдықты спутниктік интернет саласында көшбасшылық орнын нығайтуға көмектеседі.